Арнама қош келдіңіздер. Омыртқалардың жаттығуын жалғастырамыз ары қарай. Осы екпетімізден жатып, аяғымызды жанымызға қоямыз да, қолымызды тың көмек арқылы тік көтерілеміз. Көтерілгенде тек қана көтеріліп қоймай, тура сол қалпында жаңағы 5-10 секундтай тұрамыз. Басымызды шалқайтамыз. Bir жағынан мойынға, бір жағына омыртқалардың бәріне, бел омыртқаға да бәріне жақсы жаттығу. Аяғымызды ауыстырамыз да, екінші аяғымызбен дәл осы жаттығуды қайталаймыз. Міндетті түрде фиксация жасап жаңағындай тұрамыз. Бұл жаттығуды 5-10 рет жасауға болады, өзіңіздің шамаңызға қарай. Әсіресе бел ауыратын, грыжасы бар адамдарға өте жақсы, таптырмайтын жаттығу. Екінші жаттығуға көшеміз. Қолымызды созамыз да, екпетімізден жатып, екі қолымызды жауырынымызды бір-біріне тигізу әрекетін жасаймыз. Жасаған уақытта басымызды тік көтереміз. Бұл да мойынға және омыртқаларға жақсы жаттығу. Осы жаттығуды жалғастырып, дәл осылай екі қолымызды жамбасымызға тигіземіз. Барлық жаттығуларды 7-10 рет асықпай қайталаңыз.